Сіздермен оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы тура пропорционалдық және оның графигі. Бүгінгі сабақта сіз тура пропорционал тәуелділіктермен танысып, оларға мысал келтіресіз, тура пропорционалдықтың формуласын және графигін салуды үйренесіз. Осыған дейінгі сабақтарда біз сіздермен шамалар арасындағы тәуелділікте бір шаманың мәні өзгергенде, нақтырақ айтқанда, бірнеше есе артса, екінші шаманың да мәні сонша есе артатынын, немесе бір шаманың мәні бірнеше есе кемісе, екінші шаманың да мәні сонша есе кемейтінін біз байқаған болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта біз сіздермен осындай тәуелділік туралы айтатын боламыз. Ол үшін мынандай мысалды қарастырайық. Бірінші мысал, жылдамдығы 60 км/сағат, көліктің Т сағат жүрген жолы S мына формуламен анықталады. Формуласы S тең 60 көбейту Т. Яғни байқап тұрғандарыңыздай, жылдамдық тұрақты болғандағы жол мен уақыттың арасындағы тәуелділік. Оның кестесін құратын болсақ, мысалы, 3 сағатта 180 км, 4 сағатта 240 км және 5 сағатта 300 км-ге тең болатынын көреміз. Енді осындай тәуелділікті біз тура пропорционалдық деп атаймыз. Немесе екінші мысал қарастырайық. Бағасы 20 теңге тұратын дәптердің құны. Бұл жерде бұл тәуелділіктің формуласы С тең 20 көбейту N. Кестесін құратын болсақ, яғни бірінші жолға тәуелсіз шама дәптердің санын білдіретін мәндер, ал екінші жолға тәуелді шама осы дәптердің санына байланысты оның құнын білдіретін мәндер. Яғни бұл кестеден біз 10 дәптер 200 теңге, 20 дәптер 400 теңге және 30 дәптер 600 теңге тұрады екен. Яғни біз бұдан не байқаймыз? Егер дәптердің санын арттыратын болсақ, оған сәйкес дәптердің құны да артып тұр екен. Яғни бір шама артқанда бірнеше есе, екінші шама да сонша есе артып тұр. Осындай тәуелділіктерді біз тура пропорционалдық деп атаймыз. Ал енді тура пропорционалдықтың анықтамасын тоқталайық. Y тең kx формуласымен берілетін және x және y шамалар арасындағы тәуелділік тура пропорционалдық деп аталады. Мұндағы k дегеніміз тура пропорционалдықтың коэффициенті және k нөлден өзгеше сан болу керек. Мысал қарастырайық. Y тең 3x формуласымен берілген тәуелділік бұл тура пропорционалдық болады. Ал бұл тура пропорционалдықтың коэффициенті, яғни k-ның мәні 3-ке тең болып тұр. Немесе келесі формула алайық. Y тең 0,3x. Бұл тура пропорционалдықтың коэффициенті, яғни k 0,3-ке тең болады. Немесе мынадай формула y тең 7-ден 1x. Бұл да тура пропорционалдық болады. Бұл пропорционалдықтың коэффициенті 7-ден 1-ге тең екен. Және мынадай формула алатын болсақ, y тең x. Бұл жерде коэффициенті k, яғни 1-ге тең болып тұр. Ал енді тура пропорционалдықтың графигін қалай саламыз? Айталық, бізге мынадай тура пропорционалдық берілсін, формуласы y тең 2x. Оның графигін салу үшін біз алдымен тәуелділік кестесін құрамыз. Яғни, кестенің бірінші жолына x-ке тәуелсіз шамаға мәндер береміз өз еркімізше, және екінші жолына y-тің тәуелді мәндерін біз соған, яғни x-ке сәйкес есепте орындап анықтаймыз. Сонымен, егер x-тің мәні -2-ке тең болса, формулаға қоя отырып, 2 көбейту -2, -4-ке тең болады екен. Ал егер x-тің мәні -1-ге тең болса, 2 көбейту -1, -2-ке тең болады. Егер x-тің мәні 0-ге тең болса, y 0-ге тең болады екен. Дәл осылай, x-тің мәні 1-ге тең болғанда, оған сәйкес y-тің мәні 2-ге тең екенін, және x-тің мәні 2-ге тең болғанда, оған сәйкес y-тің мәні 4-ке тең болатынын біз анықтап жазамыз. Енді осы кестені қолданып, біз тура пропорционалдықтың графигін салайық. Ол үшін координаттық жазықтық саламыз, OX және OY көштерін белгілейміз. Енді кестедегі берілген мәндер, яғни сандар жұбы бойынша нүктелерді кескіндейік. Сонымен бірінші бағандағы сандар жұбы
минус 2-ден минус 4, яғни абсциссасы минус 2-ге тең, ал ординатасы минус 4-ге тең болатын бірінші нүкте кескінделді. Келесі нүкте абсциссасы минус 1-ге тең, ординатасы минус 2-ге тең. Оны да дәл солай кескіндейміз. Келесі нүкте 0-де 0 нүктесі, яғни ол координаттық жазықтықтағы координаттар басы болатын нүкте болады. Бұл графиктің 3 нүктесі болады. Келесі сандар жыбы ол 1-де 2, яғни абсциссасы 1-ге тең, ординатасы 2-ге тең нүкте. Сонымен қатар 2-де 4 сандар жыбын кескіндейік, оның абсциссасы 2-ге тең, ординатасы 4-ге тең екен. Сонымен біз кесте бойынша берілген барлық сандар жыбын координаттық жазықтықта нүкте ретінде белгілеп алдық. Енді осы нүктелерді қоса отырып, біз график саламыз. Яғни пайда болған түзу y тең 2x тура пропорционалдығының графигі болып табылады екен. Бұл графиктен біз не байқап тұрмыз? Бұл жерде осы түзудің координаттар басы арқылы өткенін көріп тұрмыз. Және де тура пропорционалдықтың графигі түзу болғандықтан, ал түзу дегеніміз кез келген екі нүкте арқылы жүргізуге болатынын біле отырып, біз келесі мысалда, яғни тура пропорционалдықтың графигін салу үшін тек қана бір мән берсек жеткілікті болатынын қарастырамыз. Сонымен, y тең kx формуласымен берілетін тура пропорционалдықтың графигі координаттар басынан өтетін түзу болатынын біз анықтадық. Енді осыған байланысты мына мысалды қарастырайық. Айталық бізге y тең минус 2-ден 1x формуласымен берілген тура пропорционалдық берілсін. Ол үшін, оның графигін салу үшін, біз жаңа айтып өткендей, тура пропорционалдықтың графигі түзу болады, және ол әр қашанда координаттар басы арқылы өтетін түзу болады. Ендеше, оның бірінші нүктесі координаттар басы, яғни 0-де 0 нүктесі болады, ал екінші нүктесін анықтау үшін біз өз еркімізше x-ке кез келген мәнді беріп, оған сәйкес y-тің мәнін анықтаймыз. Айталық x-ке 4 деген мәнді берейік, онда y-тің мәнін есептеу үшін, яғни формуладағы x-тің орнына осы 4-ті қоямыз. Сонда y тең минус 2-ден 1 көбейту 4, оның мәні минус 2-ге тең болады екен. Демек, түзудің екінші нүктесі 4-те минус 2 болатын сандар жыбы болады. Ендеше осы екі нүктені қолданып, координаттық жазықтықта түзу сызайық. Ол үшін біз координаттық жазықты салып аламыз, және оның бойынан осы екі нүктені кескіндейміз. Бірінші нүктесі әдеттегідей, әрине ол координаттар басы 0-ден нүктесі болады, ал екінші нүктесі біз анықтаған 4-те минус 2 нүктесі. Яғни абсциссасы 4-ге тең, ординатасы минус 2-ге тең болатын нүкте. Екі нүктені салдық, енді осы екі нүкте арқылы түзу жүргіземіз. Сонда пайда болған түзу берілген тура пропорционалдықтың графигі болады екен. Яғни y тең минус 2-ден 1x формуласымен берілген тура пропорционалдықтың графигі мына жазықтықта кескінделіп тұр. Ал енді келесі тапсырманы орындайық. Формуламен берілген шамалар арасындағы тәуелділіктердің ішінен тура пропорционалдықты көрсетіңіз. Сізге келесі формулалар берілген, осының ішінен тура пропорционалдықты өзіңіз анықтаңыз. Одан соң жауабын тексереміз. Сонымен, бірінші тәуелділік бойынша y тең минус 7x, яғни біз бұл формуладан y тең kx тәуелділігін көріп тұрмыз, яғни k-ның мәні минус 7-ге тең, демек бірінші тәуелділік тура пропорционалдық бола алады екен. Келесі тәуелділік y тең 7,8x. Бұл тәуелділікті y тең kx формуласына келіп тұр, ендеше k-ның мәні 7,8-ге тең болатын тура пропорционалдық болады. Үшінші тәуелділік y тең x бөлінген 7. Бұл тәуелділіктен егер де біз анықтап қарайтын болсақ, k-ның мәні 7-тен 1-ге тең болатынын көруге болады. Яғни бұл тәуелділікте тура пропорционалдық бола алады екен. Келесі y тең 12 бөлу x. Бұл жерде сан мәні айнымалыға бөлініп тұр, яғни бұл y тең kx формуласына келмейді, ендеше бұл тәуелділік тура пропорционалдық бола алмайды. Одан кейін y тең x. Бұл жерде k-ның 1-ге тең екенін анықтау оңай, яғни бұл тура пропорционалдық болады.
Және келесі тәуелдік y тең 4 бөлінген x азайту 2. Бұл тәуелдік бізге бөлшекпен берілген, яғни бұл тура пропорционалдық бола алмайды. Ал енді келесі тапсырманы орындайық. Формуламен берілген тура пропорционалдықтың графигін салыңыз. Берілген формула y тең 3-тен 2x. Тура пропорционалдықтың графигі дегеніміз ол түзу болғандықтан, ал түзу екінші тұраққа жүргізілетін болғандықтан, біз бұл графикті салу үшін кестеге 2 мән ғана береміз. Оның екеуінің біреуі әдетте тура пропорционалдықтың графигі бізде координаттар басырқа өтеді, яғни 0-де 0 нүктесін аламыз. Ал екінші мәнді өзіміз қалауымызша берейік. Сонымен егер x-ке 3 деген мән беретін болсақ, онда оған сәйкес керекті мән табу үшін, яғни 3-тен 2-ні 3-ке көбейтеміз. Сонда y-тің мәні 2-ке тең болды. Енді осы кестедегі сандар жібі арқылы координаттар жазықтықта нүктелерді кескіндеп, сол нүктелер арқылы графикті салайық. Ол үшін координаттар жазықтық салып аламыз, және оның бойынан келесі нүктелерді кескіндейміз. Бірінші нүкте ол координаттар басы, яғни 0-ден 0 нүктесі, ал екінші нүкте 3-те 2 нүктесі, яғни абсциссасы 3-ке тең, ординатасы 2-ке тең нүкте. Енді осы екі нүкте арқылы түзу жүргізетін болсақ, пайда болған түзу берілген тура пропорционалдықтың графигі болып табылады екен. Яғни бұл түзу y тең 3-тен 2x формуласымен берілген тура пропорционалдықтың графигі болады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен тура пропорционалдықтың анықтамасымен танысып, оның графигін салуды үйрендік. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.